Қайырлы таң. Так. Енді Зафарды күтеміз. Таңғы сағат 9-да тұрып бірге осы эфирді қарауға қызығушылық танытқандарыңызға рахмет. Так. Сәлем, Айша. Ал айтпесем, мынаны қалай өшірем енді? Так. Қайырлы таң, қайырлы таң. Қайырлы таң. Зафар шықты дейді, посмотрите запрос. Выйти. Мен көріп тұрсың ба? Бірақ менде что-то бірдеңе дұрысталмай жатқан сияқты. Бірдеңе дұрысталмай тұр. Мен сен сияқты. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Мына жерде Зафар менен өткен пользователь екен. Енді қалай? Енді жақсы. Мен сені мақтап жатыр едім сыртыңнан. Инстаграмның белді бір мүшесі. Керемет біледі Инстаграмды деп. Барлық көрермендерге сәлемді жолдайын. Осы жерден. Негізі бір апта сайын бір аптадан айына 2 рет па бір осыны не қойсақ болады екен. Кітап өткенде бір айтып едік қой да, басты айттық қой. Осы кітапты қазақтың жазылмаған психологиясымен осының ішіндегі тақырыптарды Инстаграмда қолдан келгенше талқылаймыз дейді. Солардың кезектісі осы бүгін. Сенің оқығаныңды талқылайтын болсақ, біз кемінде 10 жыл талқылайтын сияқтымыз. Себебі мен мына жерде мені бір 2 абзац қызықтырды деп мен ойладым, егер 2 абзацқа 1 сағат арнайтын болсақ, онда бір 10 жыл талқылайтын шығармыз мына кітапты деп. Себебі сол бір абзацтың ішінде, мысалы, мен бір ағылшынша оқыған 2-3 кітабым болса, сол 2-3 кітабым сол бір абзацтың ішінде тұр ғой, былайша айтқанда. Мен сол үшін сол жерге сол кезде бұны мен бір мақтау деп қабылдаймын ба, жоқ даттау деп қабылдаймын ба? Себебі, мысалы үшін, жұрттар осы тек бір ойға бір 2-3 кітап арнап жүрген кезде ұялмай, қызармай 2-3 кітаптың ойын бір абзацқа сыйдырған болып тұрмын ғой мен. Солай болып тұр мұнда. Осы жерден оқып жатқан кезде, тілашарды оқып жатқан кезде, салт дәстүрдің тілашар деген тілашар салт дәстүрін оқып жатқан кезде, соның психологиялық мәнінде мынандай бір сөйлем қолданғансыз. Тіл ашу баланың білімін жетілдіру дегенге саймайды.
Енді осы егер білімін жетілдіргенді білдірмейтін болса, нені білдіреді? Бірінші сұрақ. Соған қатысты бір 3 сұрақты қосайын. Сонымен соның төңірегінде бір әңгіме қозғасақ. Сосын қазіргі таңда, енді Қазақстанды білмеймін, Америкада педиатрлар ата-аналарға, баласы босанып, сәбисі бар ата-аналарға мынандай ұсыныс айтады. Балаңызға өте көп кітап оқыңыз дейді. Кішкентай кезінен, сәби кезінен, туылғаннан бастап кітап оқып беріңіз деп айтады. Көп кітап оқыңыз дейді. Екінші, бұл осыған қаншалықты қатысы бар. Үшінші, қазіргі кезде Қазақстанда 4-5 жастан баланы әртүрлі үйірмелерге беру, шахмат, оның ішінде қатты бір балалар ата-аналарының мақтану құралына айналып кеткен сияқты деп. Мақтану құралы ма, жоқ әлде мен көрмегенді көрсін деген Ашөзектің құлқынның құралы ма? Олдай деуге де болады, иә. Олай десек те болады. Соған қаншалықты қатысы бар. Одан кейін 7 жасқа дейін баланың интеллектуалдық дамуынан гөрі эмоционалды дамуына көбірек көңіл бөлу керек деп айтылады. Соған қаншалықты қатысы бар. Одан кейін болды. Осы 4 сұрақтың айналасында тіл ашуды жалпы ашсақ. Соңынан бастайын. Осыдан магистратурада оқып жүргенде курстық жұмыс жаздым. Точно 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын. Жоқ, 5 жыл бұрын. 6 жыл бұрын. 6 жыл или 7 жыл. В общем, 6-7 жыл бұрын. Айтайын дегенім сол кезде балаларды мектеп жасына дейінгі старший дошкольный возраст дейміз ғой, мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындаудың психологиялық негіздері деген тақырыпқа жаздым. Сол кезде мені таңғалдырған нәрсе, мынау 7 жасқа дейінгі балалардың интеллектуалды тұрғыда дамыта отырып, парадокс. Оның интеллектуалды дамуын өлтіретіндігіміз. Бұл не дегенді білдіреді? Мынау 7 жасқа дейінгі бала, бұл ойын баласы. Табиғаты солай. Ал осы жасқа дейінгі балаларды, мысалы үшін, оның сағаттап интеллектуалды жұмыс беру арқылы, оның шақшадай басын шарадай етеміз. Бұл бір жағынан, ал екінші жағынан. Адамның тұла бойын, адамның бүкіл келбетін, адамның бүкіл мүмкіндігін, адамның бүкіл қол, аяқ, жүрегі, яғни толық адамды біз санаға жығып беріп, тәні тұрғысында сіңіріп тастаймыз. Осындай парадокс бар, яғни интеллектуалды тұрғыда дамыта отырып, интеллектуалды тұрғысынан өлтіреміз. Одан бөлек баланы шаршатамыз. Бала ойын баласы болғаннан кейін, ол сағаттап отырып оқуға баланың ынтасы, жігері, зейіні, осының барлығы нұқсан келеді. Ал енді не істеу керек дейді сонда, чтобы бала отличник болу үшін? Психологиялық тұрғыдан не даму керек? Яғни бұл жерде 7 жасқа дейінгі балаларды 2 деңгейде дамыту, интеллектуалды дамытудан әлде қайта керегірек дейді. Ең бірінші,
бала ойынның баласы ғой. Сондықтан мектепте 40 минут отыру үшін, бірнеше сағат отыру үшін оның бойындағы ерік жігерді қалыптастыру. Оны дейді спорт арқылы қалыптастырамыз. Яғни мектепке барардың алдында кемі бір жыл белгілі бір спорттың түрімен баланың айналысуы оны мынау тән тұрғысында, ерік жігері тұрғысында тәртіпке баулиды. Яғни отыра алатын тән тұрғысында фундамент пайда болады. Іргетаспен бір жағдай қалыптастырамыз. Бұл бірінші. Екінші, яғни мынау әбден ойнатып, сонымен қатар бір спорттың түрімен айналысып, мектепке дайындау. Екінші тұрғыда дайындау, бұл психоэмоционалды тұрғысында дайындау. Мысалы үшін мен екі жыл, точно 2 жыл болды, 3 жылдай мүмкін уақыт болды. Мен мысалы үшін балалардың мектепке дайындығын, бұрын өте көп келеді мектепке дайындығын тексертуге. Сол кезде, мысалы үшін, мен вообще мектепке дайын баланы көрген жоқпын. Мектепке дайын бала жоқ. Ең құрған, мысалы үшін, өзінің белгілі бір әдістері бар, 5 саусақты салу керек, сонымен бірге құлақ, көз, бәрін салу керек деген сияқты. 5 саусақты түгел салатын бала жоқ. Құлақты салатын бала жоқ. Мұрынды салатын бала жоқ. Ауызды салатын бала жоқ. Бұл нені білдіреді? Еститін құлақ жоқ. Это не означает интеллектуальное неразвитие. А это означает, что психологиялық тұрғыда проективті әдіс ретінде қарайтын болсақ, еститін құлақ жоқ. Баланы сезетін, иіс сезетін мұрын жоқ. Көретін көз жоқ. Баланың аяғы таяқша. Шибытты. Баланың аяғы. Баланың сапасы жоқ. Яғни бұл баланың бойындағы бір осындай психоэмоционалды тұрғыда бір сұмдық дүниелерді көрсетеді. Міне сондықтан да жалпы психологтардың кез келген диссертацияны ашып қараңыз. Бұның интеллектуалды дамудан бөлек, оны психоэмоционалды тұрғыда және де спорт арқылы тәнін дамыту өте маңызды. Интеллектуалды тұрғыда біз оны 5 сағат сабақ үйрету арқылы біз адамды жоғалтамыз. Және интеллектуалды дүниеге деген жек көрініш. Ертең, это получается қартаю ертерек. Қазіргі таңда, мысалы үшін, неврологтар, менің неврологта оқушыларым бар ғой, деменция қазір жасап келе жатыр дейді. Яғни, мектепте үйрететін дүниені 2 жаста үйренгеннен кейін, ол ерте қартаймай нетсін? Ол мидың да өзінің бір мүмкіндігі бар ғой. Бұл бірінші осындай жауап, яғни. Ал тілашарға келетін болсақ, яғни мен 6 жасқа дейін баланы интеллектуалды тұрғыда дамытуға түбегейлі қарсымын. Психолог маман ретінде. Наверное, вот если очень жестко и қатал бір түрде салыстыратын болсақ, бұл примерно 20-дан асқаннан кейін, егер қыз бала тұрмысқа шығуға бір мүмкіндігі болатын болса, қыз баланы, мысалы үшін, 14 жасқа тұрмысқа шығарумен бірдей. Примерно это так. Бұл сұмдық. На самом деле. Сөзіңіз аузыңызда. Мынау бағана интеллектуалды неге жығып беру деп айттыңыз ғой, сол жерде ішіндегі мотивациясын, яғни ішін білімге деген шынымен қызығушылығын өлтіреді. Дайындығы болмай. Вот, например, мен сиыр саууды 17, 16, 14 жасымда үйренейін дейік. А ол сиыр саууды 5 жасымда үйренетін болсам, сиыр саууды жақсы көрем ба мен? Жек көресіз да. Егер 30 жасымда тұрмысқа шыққым келіп,
тұрмысқа шығу бір бөлек, ал 15 жасында алып қашу бір бөлек. Тура сол сияқты. Иә, бастауыш мектептегі оқушыларда ата-аналардың көп шағымданатын мәселесі, ортақ мәселесі осы сияқты, баламның қызығушылығы жоқ дейді ғой мысалы. Потому что қызығушылығы 5 жасқа дейін өліп қалған уже. Бір үлкен себептерінің біреуі сол да, үлкен себептердің бірі. Үлкен себептерінің біреуі сол. Сондықтан баланы мынау үйірмелерге таскать ете беру, ол өзінің бір құлқынының мәселесі болуы мүмкін. Жан деңгейіндегі құлқынының мәселесі. Сонымен бірге, мысалы үшін, осы бір балаға бірдеңе істегісі келіп тұрады ғой. Бұл да өзінің жан деңгейіндегі құлқынының мәселесі болуы мүмкін. Бала өзінің белгілі бір қабілетін 5 жасқа дейін уже көрсетеді. 5 жасқа дейін көрсетеді. Менде бір бала болды, аптасына 7 күн бір спорттың түріне барады. Аптасына 7 күн фортепианоға барады. Аптасына 7 күн тенниске барады. Сабаққа мүлдем барғысы келмейді. Мынау кәдімгі сөз деген жоқ. Жылаудан басқа үні жоқ. Только жылау арқылы. Онға толмаған бала. Міне осы арқылы біз деген оның бір, это получается, вот, мысалы үшін, міндет деген дүниені, мынау, долженствование дейді, долженствование. Міндет деген дүниені түсінетін, түйсінетін адамның өзінің бір кезеңі бар. Бірақ 5-6 жасқа дейін өмір міндет. Өмір тек міндеттен тұрады. Өмір тек қалауыңа піштуден тұрады. Өмір тек менің айтқаным емес, өзгенің айтқаны болу керектен тұрады. Бала деген көпкі ғой. 5 жасқа дейін өмірге деген мынау уже қарай алмай, беттей алмай, жеркенетін деңгейге жеткізіп жібереміз баланы. Содан кейін бәле болмай не болсын. Міне осындай бір сұмдық жағдай. Ал енді мынау тілашарға келетін болсақ, мен үшін мысалы үшін деген, мен салт дәстүрді мүлдем білмейтін адаммын. Мұрныма иісі бармаған. Бұл тілашардың интеллектуалды тұрғыдан бір қазіргі таңда енді мысалы үшін оқуға барған кезде бір той жасап жүр ғой. Онымен ешқандай үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, мен үшін де үлкен жаңалық бұл. Яғни тілашар мынау 2-3 жасқа дейін баланың тілі шықпай жатқан кезде бір әрекет ретінде жасалған терең психологиялық мәні бар дүние екендігі менің өзіме де бір жаңалық деп айтсам болады. Ал енді осы жерде мысалы үшін американдықтар кітап оқы дейді екен. Егерде бұл туралы енді кітап оқу балаға ешқандай зияны жоқ, однозначно. Ешқандай зияны жоқ. Бірақ кітап оқудан гөрі баланың толғаннан бастап белгілі бір кезеңіне дейін бала ритммен содан кейін бір өте жылы дауыспен, жылы әуенмен, рок емес, жылы әуенмен айтылған текстерді көбірек қабылдайды баланың миы. Және де айтады, бесік жыры арқылы баланың интеллектуалды тұрғыда дамуының іргетасын қалыптастырамыз дейді. Ал егер де біз мысалы үшін бесік жырын айту 1,5-2 жасқа дейін міндет десек, 4 жасқа дейін қажет дейміз. Осы бесік жыры арқылы біз баланың нерв жүйесінің, баланың жалпы миының функцияларын
функцияларын дұрыс қалыптасуына әсер етеміз. Міне сондықтан да, мысалы үшін, егер де 3 айлық бала, ол Шекспирдің әңгімелерін вряд ли түсінеді. Бірақ, мынау ритммен, жылы дауыспен айтылған әдемі сөздерді, жылы үнді, әуезді бала қабылдайды. Осы арқылы тілді қалыптастырады, сөйлеуді қалыптастырады. Одан бөлек қазіргі таңда, мысалы үшін, 2-3 жасқа дейін баланың тілінде бір қандай да бір ауытқушылықтар болатын болса, қазіргі таңда целый направление бар, да? Логопедтер жұмыс жасап отыр. Логопедия жұмыс жасап отыр осы мәселелермен. Бұл тұста баланың тілінің дамуына назар аударамыз. Мынау адамды адам ететін тіл. Бірақ осы тұста мен кеше мынау тікелей эфирдің тақырыбын қойған кезде неге шүйіркелесу деп қойдық. Тілдесу десек те болады. Бірақ мынау балаға механический түрде кітап оқығаннан бөлек, баламен тілдескеннен бөлек, баламен шүйіркелескен көбірек керек. Тілдесу бір бөлек, шүйіркелесу бір бөлек. Енді шүйіркелесуді қайтып аударғанды енді өзің түсіндің. Яғни бірге болу. Яғни балаға бір Лобачевскийдің геометриясын айтудың қажет жоқ. Баламен шүйіркелесу, яғни онымен бір менің қалауындағы тақырыпта емес, баланың қалауындағы тақырыппен сөйлескен кезде біз бірнеше эффекттерге қол жеткіземіз. Ең біріншісі, баланы қызықтыратын дүние имеет место быть. Баланы, мысалы үшін, бір дүние қызықтырсаң екен делік. Болмайтын дүние. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Допустим. Осымен сөйлесу арқылы бала мені қызықтыратын дүние имеет место быть деп ойлайды. Мені қызықтыратын дүние маңызды және орын алуға құқылы. Мен не ойласам, сол не то, чтобы маңызды. Соны ойлауға құқым бар деп ойлайды бала. Мен мысалы үшін осы қант неге ақ деп ойласам, осы ойым болуға құқылы. Осы ойыммен болуға құқылы. Енді қараңыз, бала жас кезінде қант неге ақ деп сұрақ қояды. Ал ертең ол 18-ге келген кезде, 18-де ауылдың баласы, Гарвардқа барсам ба екен, жоқ әлде Стэнфордқа барсам ба екен деп ойлауы қалыпты нәрсеге айналады. Понимаешь? Ал егер мынау қанттың неге ақтығы мида ашытпа, оттама, Гарвардта оттау, Стэнфордта оттау. Шайнау. Вот, понимаешь, осы жерде тілдесуден гөрі шүйіркелесудің мәні. Ойыма осы жерде бірдеңе келді. Өткенде бір жерде оқыған. Қазір есіме түсіп тұр сол нәрсе. First connection, then correction. Бағана connectionға келіп тұр ғой, тек
шүйкеленесің. Иә. Яғни бір ақыл сана тұрғысында емес, баланың бойында туындайтын дүниелердің маңызының барлығы. Сенің не дүниені ойлауға құқылы екендігің. Вплоть до того, өлім туралы ойлайсың ба, басқа туралы ойлайсың ба. Сенің мынау көкірегіңде пайда болған дүние бұл жалған емес. Имеет место быть. Осы арқылы біз баланы қанағаттандыру арқылы мынау әлемге деген қызығушылығын өршітеміз, өсіреміз. Бұл бірінші эффект. Екінші эффект. Біздің Азат ең бірі сөйлеп бастаған кезде аузын жаппай сөйлей беретін. Тілі аузына симай тұр ғой. Бірақ сөздерінің біреусінің жалғауы бар, біреусінің жалғауы жоқ. Сөздері ағылшын тілін жаңа үйреніп жүргендер сөйлей берсе, не айтқанын өзі түсінбей қалады ғой. Тура сол сияқты. Яғни баланың сөйлем дегені ол жанының бір құштарлығы. Қалай сөйлесе де, осы сөйлеуді ынталандыру арқылы біз жанымен байланыс орнатамыз. Яғни бала сөйлеу арқылы, өзінің ойын жеткізу арқылы өзінің бар екендігін көрсетеді. Бар екенін түсіндіреді. Бұл екінші мәселе. Яғни біз оның баланың жанында болып жатқан дүниені көреміз. Сонымен бірге адамның байланыс құралы бұл тіл. Бұл мынау қазақтың ерекшелігі болып тұр ғой, мынау тіл ашар арқылы да, осы салт дәстүр арқылы. Что қазір ғылым айтып жатыр. 3-ке келгенше бала сөйлеу керек. Пәленше 1000 сөз қоры болу керек. Осындай болу керек деген дүниелерді қазақтың өзінің феноменологиялық тұрғыда бір жіті бақылап түйгені. 3-ке дейін бала сөйлемесе, осы жерде бірдеңе істеу керек. Өйткені одан кейін кеш. Ал ол сөйлемесе, ол толық адам болмайды. Ол миы дамымайды. Оның мысалы үшін толық адам ретінде дамуы тоқтайды. Міне сондықтан 3 жасқа дейін барлық бір жағдайды жасап қалуға деген бір ынтасы деп айтуға болады. Сонымен бірге енді сені қызықтырған абзац ана жерде. Қазіргі таңда не көп бізде рас дейміз, мынау аутизм өте көп. Бірақ, Зафар, енді бұл менің ғана тәжірибем ғой. Енді бала психологтар бұл туралы. Жалпы мынау психологияда қазір зерттейтін, ғылыми жұмыс жазатын мәселе көп. Менің ойымша, әлемнің бар ғалымы Қазақстанға келсе, бір адамның экзистенциясының нәтижесінде бір ғылыми жұмыс жазып шығатын сияқты. Енді айтайын дегенім осы жерде, қазір рас көп дейміз де. Келеді ғой балалар да, 4 жастағы балалар. Сөйлемейді деп келеді. 11 жаста бой оқып сөйлемейді деп келеді. Осы жерде менің либо көзім соқыр, либо көкірегім ояу, аутизмді көрмеймін. Либо көзім соқыр, либо көкірегім ояу. Бір үш мысалды келтірейін. Сегіз жасар бала. Шешесімен ғана тұрады. Ешқандай байланыс жоқ ешкіммен. Келіп анау жалғыз велосипед тұрған картинамы?
одинок 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 деп 7 адам салып кетті қасына. Велосипед одинок дейді, жалғызсырап тұр. Бұл нені білдіреді? Шүйіркелесетіннің жоқтығын білдіреді. Тілдесетіннің жоғын білдіреді. Анаға деген ашу заны шығара алмайтындығын білдіреді. Әке подавно жоқ. Вообще жоқ әке. В смысле, жоқ, физически жоқ. 4 жасар бала. 4 жасар бала. Кәдімгідей ЗПР деп қойып тастаған. Келгеннен бастап аузын жаппай сөйлейді. Мен. Маған қалай келеді? Сөйлейді. Конечно, Р әрпін айта алмайды, бұзылыстар бар, бірақ логопед дұрыстай алады. Сосын мен айттым, неге мынау бүйтеді? Неге менімен сөйлейді? Сіздерде мынандай диагноз бар. Баланың қасында ешкім жоқ. Анасы таңертеңнен түнгі сағат 11-ге дейін жұмыста. Яғни қазіргі таңда біз мынау аурулардан көрі, яғни бір ішкі неврологиялық тұрғыда себептерден көрі әлеуметтік себептерге байланысты пайда болып жатқан бұзылыстарды көптеп көріп жатырмыз. Қаншалықты баламен сөйлеседі. Тек қана ол тілдесу емес. Ананы алып бер, мынаны алып бер. А вот шүйіркелесу. Не болып жатыр екен? Не қойып жатыр екен? Мынау балалар өзара бір шүйіркелеседі ғой. Сол сияқты шүйіркелесу. Не қызықтырады екен баланы? Осы арқылы біз оның тілін, оның өзімен ішкі байланысын, өйткені бізбен бала тілдескен кезде ішіндегі болып жатқан дүниеге өз алдымен байланыс құрады. Яғни мынау баламен тілдесу деген екі жақты мәселе емес. Баламен тілдесу деген мынандай 3 жақты мәселе. Қазір мен көрсетіп жіберейін. Мынандай 3 дүние. Мынау бала, мынау ересектелік. Екеуі байланыс жасаған кезде, баланың ішкі дүниесі. Міне, екеуі байланыс жасаған кезде. Бала алдымен мынаған барады. Ішкі дүниесіне үңіледі. Содан кейін барып, осы ішкі дүниені ересекке береді. Көрдіңіз бе? Ал егерде екеуінің арасында байланыс болмаған кезде, мынау бір жеріне тығып қойып. Соответственно, кем он стал? Тәуелді ма? Іші пустой. Inner awareness жоқ. Ішкі дүниесі жоқ. Жан дүниесіне үлмейді. Жүреді сөйтіп, мынау ішіндегі. Мынау ғой міне ішіндегісі. Осыны деген қызметтен іздейді, бірдеңеден іздейді, ашықтықтан іздейді, байдан іздейді, әйелден іздейді, осылай сандалып жүреді. Яғни мынау баланың тілі шүйіркелесу арқылы біз мынау ішкі жан дүниесінің үнемі бір байланыста. Бала өзін түсінбейді. Вообще түсінбейді бала өзін. Бірақ соны түсіне алатын
жағдайға жеткіземіз. Мынау ішкі өзінің бір дүниесі, жан дүниесі. Баланың мынау ажырамас бөлігіне айналады. И вот он толық адам. Толық адам ересекпен мынаны заполнять еткізбей, мынау өзімен өзі өмір сүреді. Міне, көрдіңіз бе? Міне сондықтан мынау тілашардың мәні бұл интеллектуалдық тұрғыда ғана міндетті шешу емес. Тілашардың мәні өзімен байланысты орнату. Тілашардың мәні адамның толық адам болуының алғышарты. Адамның өзінің жанымен байланысы, өзінің мүмкіндіктерін аша білуі, әлеммен қарым-қатынасын орнатуы. Яғни осындай қарым-қатынас мәселесі. Тек қана интеллектуалдық тұрғыда емес. Міне сондықтан бұл дүниені қазақтың ерекшелігі сол болып тұр ғой. 3 жасқа дейін қалыптасатындығын біліп тұр. Емізу барысында қарым-қатынас. 1,5 жасқа дейінгі бір бесік жыры арқылы қарым-қатынас. Шүйіркелесу арқылы қарым-қатынас. Яғни 3 жасқа дейін қолдан келгеннің барлығын жасау. Мен енді өзім оққан жоқпын, шынымды айтайын, бір япон ғалымының 3 жасқа дейін бірдеңе все деген бір еңбегі бар. Енді ондай познавательный ондай кітаптарды мен өкінішке орай мүлдем оқымайды екенмін. После трех поздно ма, до 3 поздно ма деген бірдеңе бір кітабы бар. Мен де естігем. Оны өкінішке орай мен оқымаппын. Соның жыры ғой, получается. 3 жасқа дейін бәрін жасайтынның бәрін жасау керек. Біз оны қалай түсініп жүрміз? 3 жасқа дейін 5 тілді игеру керек. Ничего подобного. Іргетасын қалыптастыру. Баламен шүйіркелесу арқылы бала шүйіркелесуге ұмтылысы. Баланың әлеммен қарым-қатынасы. Баланың оқу, бесік жыры арқылы баланың бір интеллектуалдық тұрғыда іргетасын қалыптастыруы. Қарым-қатынасқа емін-еркін түсе алу мүмкіндігінің іргетасын қалыптастыру, яғни іргетастарды қалыптастыру. Осы арқылы баланы ары қарай дамыту. Міне сондықтан жауабым осы. Тілашар ол интеллектуалдық қана мәселені шешу емес. Мен өзіме жақсы нәрселер алдым деп ойлаймын осы жерден. Себебі қазір ойланып отырмын. Егер басқа ұлттардың салт дәстүрінен де сондай бірдеңе қарасақ, мынандай нәрсе пайда шығуы мүмкін. Бұл мен гипотезам, қаншалық дұрыс қате білмеймін. Қазақ салт дәстүрінде осы нәрселерді бір қызық жері. Баланы қорқытпай жасаған ғой, былайша айтқанда, оны бір адам ретінде қабылдай отырып жасаған ғой. Ал егер басқа салт дәстүр, басқа елдерді зерттейтін болсақ, сондай нәрсе шығуы мүмкін ішінен деп ойлаймын мен. Яғни бәлкім біреу қорқытып жасауы мүмкін. Мысалы, тілі шықпаса, білмеймін, бір жерге апарып қорқытсаң тілі шығып кетеді деген сияқты сондай бір нәрселер де болуы мүмкін. Бірақ бұл бір мен үшін таңғаларлық бір қазір ойыма келіп отыр. Яғни жалпы осы жерге дейін оқып кітаптың осы жерге дейін бұдан да асып кеттім негізі. Сол оқыған жеріме дейінгісі оқыған түсінгенім, түйгенім, яғни бір тұлға ретінде, адам ретінде қабылдап, соған қарай мәміле жасап, солай әрекет еткен. Яғни салт дәстүрлері солай пайда болған. Қазіргі таңда, мысалы үшін, бала психологиясында және экзистенциалдық бағыттағы психологияда бір постулат бар. Детство свято дейді. Детство свято дейді. Бұл егер тікелей мағынада аударсақ, бала әулие дегенді білдіреді ғой. Ал егер де біздің дүниетанымымыздың негізінде бала періште. Бала періште және 6 жасар
бала келгенде 60-тағы шал еңкейіп сәлем береді алыстан. Бұл жерде біз баланың аспандағы пәктігін айтып тұрған жоқпыз. Баланың мына жердегі пәктігі. Баланың мынау бойдағы пәктігі. Осы пәктікті мынау қазіргі таңда бір баланың басында 49 жұмыс бар. Осы 49 жұмысты беру арқылы пәктікті біз міндет емес бір азар безер дүниеге айналдырып жібереміз. Өзінің әлеммен ашықтығы, ақтығы, пәктігі азар да безер болады бала. Міне сондықтан балаға пәк дегеннің астарында баланы тыңдау мәселесі жатыр. Баланың тілімен глаголит истина. Баланың іштегі тұнық пәктіктен айтары бар. Осы айтарын тыңдау, осы айтарын есту, осы айтарын шығару арқылы әсіресе 3 жасқа дейін. 5 жасқа дейін, 5 жастан кейін болды, бітті шаруа. 5 жасқа дейін айтарын айта алмаған бала 5 жастан кейін айтарын айта алу үшін кемі 1 жыл психотерапия керек. Балаға керек па, ата-анасына керек па? Балаға да керек, ата-анасына да керек. Бірақ балаға керегірек. Ата-анасы ол өткен өмірін өтті ғой енді. Ал мынау бала екінші ата-ананың бір қолшоқпарына айналмау үшін. Өмірдің емес, бір жараның қолшоқпарына айналмау үшін. Көрдіңіз бе? Міне сондықтан айтарын айттыру арқылы біз әр адамның мынау әлемге айтары бар екендігін балаға сездіртеміз. Бұл өте бір маңызды емес дүние болуы мүмкін. Бірақ бала менің айтарым бар екен. Бұл тек тура мағынада емес, ауыспалы мағынада. Менің әлемге айтарым бар екен. Менің берерім бар екен. Менің бөлісетінім бар екен. Дегенді мынау түйсінеді. Сондықтан да одан айыру арқылы, мынау айтарын айтқызбау арқылы біз ұзын сөздің қысқасы адамды өлтіруге дейін апарамыз. Тұншықтырамыз. Құдайға шүкір, қазір психотерапия бар. Бірақ психотерапияда жүреді. Қиналып. Ал айтары барды, айтарын бөлісе алу арқылы, осы қабілет арқылы өмір сүру, тіршілік ету, бұл бір қызыққа айналады. Өзінің кірпіш екенін түйсініп, тетігін тауып барып қаланады. Иә. Тірі екендігін өзінің, айтарының бар екендігін. Осы орайда бағана бала ішкі дүниесі ата-анамен байланысты деп бір мысал түсіндірдіңіз, сол көрсеттіңіз ғой. Сол жерде сол бір өте өкінішті мен үшін ше, мысалы, ол адам
бағанағы баланың есейе келе сол бағанағы өзінің ішкі дүниесін жан жақтан іздеуі бір енді шынымен бір жүрек ауыртарлық бір дүние мен үшін. Мен соны кәдімгідей деймін оны. Кәдімгідей ата-аналар соны түйсіне алса, сіз осы қатып қалдыңыз, мен естіп тұрсыз ғой да? Мен естіп жатырмын, иә, естіп жатырмын барлығын. Сонда кішкене көздері ашылып бір түсінсе екен деймін ғой. Сосын сол жерден мына екінші. Осы жерде мен бір нәрсені айтып өтейін. Мысалы үшін менің өзімнің бір жақсы жолдасым бар. Сол менімен келіспейді. Мысалы үшін қазақтың салт дәстүрін неге тірілту керек, неге артқа қарай беру керек, жұрттар осы Марсқа бара жатыр ой деп. Мен бұл жерде бір қазақтың өліп қалған дүниесін бір тірілту менде мүлдем мақсат жоқ. Ол эффект жасап жүргеннің бір салдары ғана. Әйтпесе мен мысалы үшін деген өмірімді қазақтың салт дәстүрін тірілтуге арнаймын деген менде ешқашан ойда, міндетте, мақсатта болған емес. Бұл жерде менің айтқым келгені ескірмеген дүниелер бар. Ол бір бөлек. Екінші дүние. Адамның жаны ескірген жоқ. Адамның жаны всегда актуальный вопрос. Егер де адамның жанына байланысты керемет дүниелер бар болса, неге соларды қолданбасқа? Зубная щетканы қолданамыз ғой біз деген мысалы үшін. Әйтпесе машинаны қолданамыз. Жүгіру жақсы екен деп жүгіреміз. Егер де осындай керемет психотехнологиялар болып тұрғанда, как можно это не использовать? Осы тілашардың өзі мысалы үшін. Тілашардың 3 жасқа дейін қолдан келгеннің бәрін жаса, тілін аш дейді. Аш, тілін аш, тіл ашар. Бала бұйыққан. Это не означает, что балада жоқ ештеме. Баланы ашу керек. Баланы жазу керек. Тура осыны мысалы үшін жазуды, ашуды, тілді ашу керек деген бір посыл жатыр. Неге бұны қолданбасқа? Неге мысалы үшін асық ойнау белгілі бір пайдасын келтіретін болса? Неліктен асық ойнауды қолданбасқа? Вот вопрос практичности, целесообразности. Міне осындай бір дүниені мен түсіндіре алмай қойдым. Бір жерде оқыдым. Кім екен, кім айтқан есімде жоқ. Адамдар, или бір кинода айтыла ма, адамдар Марсқа барып, сол жақта соғысады деген бір цитата оқыдым бір жерден. Егер сен бұл жерде де бағанағы салт дәстүрлер бізді өзіміздің айныске қайтарады деп не қылады? Сол қайтарады ғой. Егер сен соған қайтаратын бір технология болып тұр ғой, бір психологиялық бір технология. Сол енді Марсқа барып, Марста соғысқанда не пайда? Одан да біз өзіміздің ішімізге деген ішімізді үңіліп, өзімізбен не қылғанымыз одан да пайдалырақ деп есептеймін мен, Марсқа барғанда. Сосын осы жерде Марсқа бару керек шығар, бірақ та Марсқа барған кезде соғысу үшін емес. Иә. Екіншіден, мына жерде тағы екінші абзацта, или біріншісінде, екіншіден баласын ертіп келген ана әлеммен қарым-қатынастың тіл қатысып шүйіркеленсудің мәні жоқ деп есептейді дегенсіз да. Содан мен мынаған келмекшімін. Кейбір ата-аналар жасағысы келсе де жасай алмайды ғой соны.
мысалы жасағысы келеді, бірақ жасай алмайды. Бағанағыдай. Соның астарында не жатыр? Өзінен қаша ма ата-ана? Өз-өзімен беттесуден қорқа ма? Немесе осының астарында не жатыр? Неге беттесе алмайды? Неге қаламайды емес, қалайды баласымен бағана тыңдауды қалайды, немесе баласымен бірге отырып бағана балаларша шүйіркеленісіп ойнауды қалайды. Бірақ соны неге жасай алмаймыз? Осы жерде мен есіме бір жақында болған бір оқиға түсіп тұр. Мен бір бала 5 жаста сол баламен жұмыс жасадым. Сонда құм терапиясының да кейбір элементтері біздің кабинетте бар. Көкпеңбек не сияқты, море сияқты құм. Прям голубой прям песок. Сол ыдыста тұр, оның ішінде тастар бар, оның ішінде ракушкалар бар. Сонда ана бала сол құммен ойнағысы келді. 5 жасар бала. Сосын енді өзің ойнай ғой дедім. Мен әкесі бар, негізі әкесімен жұмыс жасап жатқам. Содан кейін қарап отырсам, бала тастарды бөлек, ракушкаларды бөлек, теңізді бөлек, екеуін екіге айырып жатыр. Енді жүрегім ауырған кезде ана жерде 5 жасар бала тастарды бөлек, теңізді бөлек. Екеуі несовместимы. Осы жерде менде бір сұрақ болды. Кім тас екен, кім теңіз екен? Сонда ракушка теңізде өмір сүру керек қой. Бірақ теңізге жоламасын мына ракушка. Баланың бұзылысы. Баланың бойындағы бұзылысы. Содан баламен жұмыс жасаған кезде, сіз баламен жұмыс жасап жатсыз ғой деп, әкесі отырып алып, компьютер ойнайды. Ойнамайды, жұмысын істейді компьютермен. Яғни баламен 40 минут жасаған кезде, баласы уақытымды өлтірмейін деп, компьютермен жұмысын жасайды. Содан кейін, осы сұраққа байланысты. Көрініп тұр, әкесі жайдан жай ойын жасап тұрған жоқ. Ойнап жасап тұрған жоқ. Это в конце концов психологтың алдына келіп баласы үшін. Сендер, мен жай отырам ба? Сендер бірдеңе жасап отқанда мен де жасайын деп отыр ғой. Бұл нені білдіреді? Ең біріншіден іштегі мынау жанның жоқтығы. Мен мысалы шағына бала екеуін бөліп жатқан кезде қарап, мынау теңізбен, мұхитпен ракушканы ажырататындай не басына күн туды екен, көкем-ау, күнім-ау деп мен ішімнен аңырап жылап отырмын ғой. Біріншіден, әкенің бойында өзінің ішкі дүниесімен қарым-қатынасқа түсетін қабілет бар ма? Екінші, баламен шүйіркелесу өте маңызды дейтін дүние бар ма мына баста? Ондай тәжірибе бар ма? Бір адам жаны құндылық па, жоқ әлде сол компьютердегі цифрлар құндылық па? Көрдіңіз бе? Сондықтан кез келген атана баласымен шүйіркелеспейтін атана оны әдейі жасамайды. Жасаудың жолын білмейді. Жасау миына қонбайды. Мұрнына есі бармайды. Әйтпесе мынау ішке үңілу, сезіну соншалықты қиын болғандықтан баланы сезінгісі келмейді. Өйткені баламен сезіну үшін адам өзін тыңдау керек.
өзін сезініп шынайы болу керек. Ал өзім сезінгенде ішім аңырап тұрса ше, ішім толған бір құса болса ше, оны балаға бермеймін ғой. Міне сондықтан осылай қашқақтайды. Бұның жолы енді оның психологиялық бір түзетуден басқа, мамамен бірге түзетуден басқа мен жолын өкінішке орай білмеймін. Зафар, оның жолын баламен бірге болу, ол бірге бола алмаса, ол бұзылысты білдіреді. Оны психологиялық тұрғыдан түзеуден басқа, мамамен бірге түзеуден басқа жолын білмейді екен. Осы біздің уже 1 сағатымыз өтіп кетіпті ғой. Иә. Бұл жерде тек қана ол баламен ғана бола алмау жатқан жоқ қой, оның астарында. Оның астарында азынан кешке дейін жұмыста отыра беру. Иә. Әлем бұзылысы ғой енді. Өз баласымен бола алмаған. Иә. Жұмыс сағатың бітсе де жұмыста отыра беру, өз-өзінен қашқалақтау, әйтеуір бос қалмау, үйге келсе де қолында сотка шұқылап отырып тамақ жеу, телевизор көру деген сияқты, соның бәрінен. Сосын қазір сіз айтқаннан кейін ойыма келді. Баланы байқадым, балаға назар салып отырсам, бала ойнап отырған кезде назар салдым. Қарадым дедіңіз ғой балаға. Қазір енді нелер көбейіп кетті ғой. Мынау баланың қабілетін, баладағы бар қабілетті ашамыз, қандай қабілеті бар екен анықтаймыз деген сияқты тесттер, сондай нәрселер көбейіп кетті ғой. Негізі ол нәрселер пайда болса бір соңғы 50 жылда пайда болған шығар, 50 жыл, 70 жылда пайда болған шығар. Бірақ одан алдын пәленбай мың жыл адамзат не істеді сонда? Олар осылай балаға назарын сала отырып, балаға қарап. То есть, получается, мен мынау тест деген жансыз дүние ғой. Баланы көре алмайтын деңгейге жеткен ғой сонда. И как можно не увидеть баланың сурет салатынын? Баланың бір дүниеге бейімділігін. Сондықтан мынау жансыз дүниелер арқылы қарым-қатынаста. Жақсы, рахмет, Зафар. Рахмет. Өте қызықты болды. Ары қарай, бір абзацтан 10 жыл тікелей эфир жүргіземіз енді. Иә, әлі көп талқылайтын дүние көп. Шынымен, бұның астарында. Оның мен қазір өткенде бір ойлап отырмын осы кітапты оқып отқан кезде. Бұны біз егер, бұған біз мейлі, қазір бір өзімізше бір өзіміздің көзқарасымызды психологиялық жағынан қарап айтып жатырмыз деп ойлап отырмын да. Енді мен ойладым, сол 1800 жылға дейінгі ата-бабаларымыздың жазған кітаптарынан солардың ішінен де бірден көп нәрсе алуға болады сияқты. Соны оқысақ, бар шығар көрермендердің арасында да. Бұл да бір зерттеу жұмысы ғой, мысалы былайша айтқанда. Соның ішінен қарап, сол кездегі ата-бабаларымыз осы салт дәстүрлерді қандай көзқараспен жасады екен? Соған қандай бір комментарий берді екен? Не айтты, сол жайлы не айтты екен? Мысалы, сол да бір қызықты бір дүние деп ойлаймын. Үлкен зерттеу қажет ететін үлкен бір дүние. Сондықтан әдебиетшілер болса, құлақтарына алып салған осы жерден. Жақсы, рахмет. Иә. Сізге рахмет. Ой болса, келесі кездескенше, осылай жиі өткізіп тұруға тырысайық. Әкелер мектебін аштық, енді мүмкін ата-аналар мектебі ашылар. Осылай жайлап қолымыздан келген дүниені жасай берейік. Біздің алдымызға қойған мақсатымыз бұл қазақтың тарихын ояту емес. Қазақтың ұлттық құндылықтарын ояту емес. Менің лично жасап отырғаным, Зафармен бірге, басқамен бірге, біздің жасап отырған дүниеміз қазіргі таңда тірілігі жойылып бара жатқан адамның тірілігін өзіне қайтару. Бұл жолда салт дәстүр көмектесетін болса, почему нет? Сондықтан бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше амандық, саулықта. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.